Егер жалғыздықта өзіңізбен өзіңіз бақытты болмасаңыз, демек сіз жақсы ортада емессіз. Егер сіздің біреуге деген ашу, жек көрушілік, қызғаныш және ренжу сезіміңіз болса, біліп қойыңыз, оның зиянын тек өзіңіз ғана көресіз. Өмірде дұрыс шешім деген нәрсенің өзі жоқ. Ол үшін бар жан тәніңізбен шешім қабылдасаңыз болғаны. Сонда ғана қалаған нәрсеңізден өте тамаша нәтиже көресіз. Егер өмірдің құндылығын білгіңіз келсе, онда оның өте қысқа екенін білсеңіз жеткілікті емес пе? Бір ғана пікірде қалып, соған ғана қатып қалудың қажеті жоқ. Себебі ондай адамдар өмірінде махаббаттың не екенін білмей кетеді. Өзін үнемі өзгемен салыстырып отыратындар ақыр соңында жеңіліс табады. Ал өмір жеңіліс дегенді білмейді. Сіздің балаңызға деген ең үлкен жақсылығыңыз олармен бірге уақыт өткізіп, жанына жақын бола алуыңызда. Өзіңізге ұнамайтын нәрсеге мән бермей, өмірден ләззат алып, қуанышты жүріңіз. Егер сіз үнемі қолайсыз жағдайларға тап болсаңыз, біліп қойыңыз. Демек, сіз өсу жолындасыз. Өміріңізде үлкен мүмкіндіктер басталады. Егер адамдар өздерін көп нәрседен шектеп тастаса, сіз оларды сынау орнына көмектесіңіз. Өз болашағыңа алаңдама. Оның орнына бүгініңді түзе. Сонда болашағың тамаша болмақ. Өмір соншалықты қысқа. Сондықтан шын қалауыңызды орындап, ойдағыдай өмір сүріңіз. Сіздің өмір сүру ғұрпыңыз айналаңыздағы жағдайларға байланысты болып тұр. Және ол қате. Адамдардың барлығы өздерінің жақсы, ал өзгелердің жаман екеніне үнемі сенімді болады. Өмір сүруді үйренгеніңізде ғана оның тамаша екеніне көз жеткізесіз. Жауапкершіліктен қашқанда бәрін тағдырға жауып қоя салмаңыз. Ал бұл жаныңызды жұбатқанымен сізді күштен айырады. Күлімдеу үшін жүрек керек. Шектен тыс ойға батқан адам өмірдің қуанышын ұмытады. Егер қалауыңыздағы нәрсені істесеңіз, бұл жаннатқа тең. Ал егер өз-өзіңізге қарсы шығып, ұнамсыз нәрсені істесеңіз, бұл тозаққа тең болады. Өзіңіздегі сасық иісті кетірмей, басқа үйге көшкеннен пайда жоқ. Егер үнемі өткенмен өмір сүретін болсаңыз, бір күні шын мәніндегі өлімге душар боласыз. Жай ғана өзіңізден сұраңыз. Өмірден не қалайсыз? Міне, осыдан кейін сол бағытқа қарай жол жүріңіз. Әрбір қиындықта сізде екі таңдау бар. Бірі бұдан да ақылды бола түсу. Екіншісі жаралы болу. Қазір адамдардың көбі өмір сүруде емес, 90% алдағы өмірін ойлайды.